Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осылай ұмытылып бара жатқан тағамдарымыздың бірі қылмынды немесе жұқпа деген тағамды бірге дайындайтын боламыз. Видеомды толықтай қарамас бұрын арнама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құямыз. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізген ұнымызды аз-аздан бөліп салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Суымыздың температурасы маңызды емес. Менде салқын су. Міне қамырларымыздың басы бірікті, жақсылап қайтарып илейміз. Дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып, 20 минутқа демалдыруға қалдырамыз. Арада 10 минут өткен соң қамырымызды қайтарып илеп, тағы да басып қоямыз. Июі жақсы қанған қамыр өте әдемі жайылатын болады, бір тегіс болып. Бетін жауып, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Арада уақыт өткен кезде қамырымызды алып, ұн себе отырып, өте жұқа етіп жайып алатын боламыз. Міне осындай үлкен қамыр болып жайылды менде. Өте жұқа болып жайылды, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді осылай тарелканың формасымен бәрін біркелкі етіп кесіп шығып аламыз. Яғни тапамыздың формасынан асып кетпеуі керек. Барлығын осылай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Тапамызды орташа етіп отқа қойып, қызғаннан соң осылай кесіп дайындап қойған қамырларымызды салатын боламыз. Төменгі жағы кішкене сарғайған кезде келесі бетін аударамыз және оның үстінен келесі қамырымызды салатын боламыз. Үстінен қойған қамырларымыз ешқандай да жабыспайды. Төменгі қабатымыз қызарған кезде келесі бетін аударып, барлық қамырларымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Міне барлығын осылай пісіріп алдым. Енді арасына кішкене су жағып шығатын боламыз. Сонда пісіріп алған қамырларымыз кішкене жұмсақ болып тұрады. Ең біріншісін екі бетінде жағып шығамыз, келесісін бір бетін ғана осылай суменен жағып шығамыз. Барлығын солай жағып аламыз. Пакетімізді орап, бір шетке қалдырып қоямыз. Енді арасына жағатын кремімізді дайындаймыз, яғни қайнатпалы крем. Ол үшін табамызға осылай 6 ас қасық ұнымызды саламыз. Жарты шай пияламенен қантымызды салып, қоңырға түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Тоқтатпай қозғап тұрамыз. Міне қоңырқай түске енді отымызды өшіреміз. Ыдысымызға сүтімізді құйып, үстінен дайындап алған құрғақ қоспамызды саламыз. Отымыздың астын қосып, жақсылап тоқтатпай араластырамыз. Міне осындай қоймалжың масса болғанда өшіреміз отымызды. Алдын ала дайындап қойған осылай
жұқпаларымызды енді бір-бірден алып, арасына кремін жағатын боламыз. Тек жарты бетіне ғана жағасыздар. Келесі бетін қайырып, осылай бүктейміз. Барлығына осылай жағып алатын боламыз. Көп жақсаңыздар қатты тәтті болып, сыртына шығып кететін болады. Барлығына осылай жартылай жағамыз. Қайтарып бүктеп, айтар іздес форма жасап, барлығын осылай жинап шығамыз. Міне дайын болды. Енді арасына жағатын сармайымызды дайындаймыз. Сармайларыңыз қолдың сармайы немесе 82%-дан жоғары май болғаны дұрыс. Осылай қызып тұрған майымызға бір бетін ғана аунатып, барлық қылмыңларымызды салып аламыз, яғни жұқпаларымызды. Одан сайын дәмі ерекшеленіп түседі. Барлығын осылай жағып аламыз, майларымызды бір бетін ғана аунатып. Міне барлығы дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, енді тәрелкелерге бүктеп салатын боламыз. Дәл осылай жей берсеңіздер де болады. Өте тойымды астың бірі, әсіресе үлкен аталарымызға, апаларымызға жасап берсеңіздер, алғыс айтатын болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және өз нәтижелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне осындай жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Қазақша контенттің дамуына әрбіріңіз үлесіңізді қосып, лайк басып, пікір білдіре кетіңіз. Сау болыңыздар.